Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Esselatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum, hurmatly bauırlar. Bugün Mulakhas kitabını жалғастырамыз. 5-ci ders. Saniyan halatu raf'il ism. Ismning raf bolup, yani dammalı bolup kelетін жағдайлары. Ism сөздің. يكون الاسم مرفوعا في 6 حالات هي. Есім сөз 6 жағдайда марфу күйінде, яғни даммаланған күйде келеді. 6 жағдайда сөйтіп келеді. Ол 6 жағдай мынау. Бірінші, есім сөз мүптада болса. Әл-бустану жәмилун мысалға. Әл-бустан мүптада болады, әл-бустану деген марфу күйінде келеді. Yani бастауыш, yani müptada bolsa, ol есім сөз müptada bolsa dammalı, yani marfu kүйінде келеді. Екіншіден, есім сөз хабар болса, марфу күйінде келеді. Үшіншіден, исм кана ау ихда ахаватиха. Есім сөз кананың исімі болса, кана ва ахватуха деген бар ғой. Сол кана ва ахватуха, кананың немесе оның ахваттарының біреуінің есімі болып келсе, онда есім сөз марфу болады. Яғни, мысалға Kana Allahu aliman hakima деген аят бар ғой. Kana Allahu Ali Kana Allahu aliman мысалға. Енді оны мишкама жазған ыңғайсыз, айып етпейсіздер. Kana Allahu aliman. Kana necde? Егер kana қосылмаса, сөз бұлай болады. Allahu alimun болады. Ән емес ун болады да. Ал kana қосылған кезде, мынау кананың бірінші сөз мүптада, кананың исімі болады да. Исім кананың исімі болады. Ал хабары болса, хабару кана болады. Қалқуат. Хабар. Яғни мүптада хабар, мүптада және хабар болған сөйлемге кана қосылса, мүптада кананың исімі болады. Сол кезде исім кана, егер есім сөз кананың исімі болып келсе, сол кезде марфу күйінде келеді. Яғни каналлаху алиман хакима нақта бар, тағы хаким деген сөз. Яғни міне кананың исімі деген канадан кейін келген сөз, кананың исімі болады. Сол кананың исімі болған кезде даммаланған күйде келеді дейді. Түсінікті болған шығар, мысалға кана Мухаммадун мужтахидан. Мухаммад мужтахид еді. Кана Саидун касланан. Саид жалқау еді. Кана Саидун касланан деген сияқты ғой. Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. 4-ші жағдай, хабару инна ау ихда ахаватиха. Егер сөз иннаның хабары болса, онда марфу күйінде келеді. Енді жаңа инна деген бар, инна ва ахаватуха деген бар ғой. Мысалға Inna Muhammadan مثلا Muhammadan inna Muhammadan Nabiyyun inna Muhammadan مثلا Nabiyyun Rasulun мысалы. Негізі Расул деген неқа жазылу керек қой. Қараңыздар, енді Мұхаммадун Расулун саллаллаху алейхи вассалам. Мұхаммед ол Аллахтың елшісі, Егер иннаны қоспасақ, Мұхаммадун Расулун деп екеуі де ун болады. Ал инна қосылған кезде инна насық болады өзінен кейінгі сөзді. Yani inna
Инналлаха мағас-сабирин. Инналлаха пәлен, инналлаха пәлен деп келген хадистер, аяттар бар ғой. Сондықтан инна қандай сөзге қосылса, сондай сөз мансуб күйінде болады. Ал егер мубтада хабар болған Мухаммадун яғни мубтада хабар болған сөйлемге инна қосылса, онда жаңағы бірінші сөзі, инна қосылған сөйлемнің бірінші сөзі мансуб болады да, екіншісі, яғни хабары марфуқ болады. Яғни иннаның хабары марфуқ болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Инналлаха каримун, мысалы, Аллах тағала жомарт. Инналлаха каримун, Аллах тағала жомарт. Сол кезде жомарт деген сөз каримун. Жомарт деген сөз ол не болады? Жағы кананың несі болады? Иннаның хабары болады. Мына жерден ашып көрсетсейші, сіздерге түсініктірек болсын. Инналлаха каримун. Қараңыздар. Инналлаха каримун. Мына жерде инна деген қосылып тұр. Мына жерде инна қосылып тұр. Нежде шадда бар еді. Жарайды. Нежде инна, нежде шадда мен фатха бар. Инналлаха каримун. Инна деген сөз, инна деген сөз харф насб, таукид. Енді иннадан кейінгі сөз иннаның есімі болады. Исму инна. На болса хабару инна. Астына жазымсақ. Аллах исму инна. Карим хабару инна. Хабару инна. Енді иннаның хабары марфуқ болады дейтін. Осындай жағдайда. Түсіндіңіз бе? Төртінші жағдай. Бесінші жағдай фаил болса. Фаил ол марфуқ болады. Фаил етістікті істеуші ол не болады? Марфуқ болады. Мысалға Жаа Мухаммадун. Жаа Мухаммадун. Жаа Мухаммадун. Мухаммад келді. Етістікті, келу деген етістікті істеп атқан, яғни етістікті істеуші кім бұл жерде? Мухаммад. Яғни Мухаммад етістікті істеуші, яғни ол фаил. Ол фаил осындай марфуқ күйінде келеді. Мухаммадун, түсіндіңіз бе? Бұл бесінші. Алтыншы, енді ең соңғы наиб фаил. Наиб фаил. Наиб фаил деген жүмлә жағы не дейді жағы? Мағлум мәжхул. Мәжхул деген жүмлә мәжхула дегенде келеді. Яғни كتب الدرس كتب الدرس. Мысалға, сабақ жазылды. Сабақ жазылды деген кезде кім жазылды деп қойылмайды бұл жерде. Не жазылды деп қойылады да. Сондықтан мәжхул деген яғы істеушісі болмаған, фаилі жоқ сөйлемді айтады. Енді кутиба деген фиал мәжхул болса, кутиба деген нәжде не болай болады да.
Kutiba ол деген fi'l majhul. Fi'l majhul. Al ad-dars болса, ол naib fa'il. Naib fa'il болады. Түсіндіңіз бе? Өте оңай. Кутиба деген бірінші үштік суласи фи'илдің, суласидің біріншісі дамма, екіншісі касра, үшіншісі фатхалы келеді. Сонда кутиба, кусира деген сияқты да. Жазылды, сынды деген сияқты. Сабақ жазылды, қалам сынды, сабақ қалам деген кезде сол сөз, сабақ қалам деген сөздер, нәжді кутиба дәрсу, кутиба деген фи'л мәжһүл болады, ырықсыз етістік. Ад-дәрсу болса наиб фа'ил болады. Бұл жерде фа'ил жоқ. Бұл наиб фа'ил болады. Сол наиб фа'илдер марфу болады. Наиб фа'ил марфу күйінде келеді дейді. Енді бұл алтауы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни жаңағы осы алтауын айтты ғой. Енді бірінде біріншісі, екінші, үшінші, төртінші, бес, алтыншы барлығын мынандай қарастырып өтеді. Мысалы мубтада, мәсәл деп келеді, ары қарай хабарды бұлай айтып өтеді, ары қарай тағы да айтады. Осынданың барлығын айтып өтеді. Негізі сіздерге қиындық тудырмау үшін әрқайсысын бір сабақтан жасап өтейікші, иншалла. Сондықтан төртінші сабақтың 1, төртінші сабақтың 2, төртінші сабақтың 3, төртінші сабақтың 4, төртінші сабақтың 5, төрттің 6-сы деп жасаймыз. Яғни төртінші сабақтың 6 бөлімі болады. Қазір мен бұның барлығын отырып алып түсіндіретін болсам, біріншіден уақыт көп кетеді, екіншіден сіздер шаршап кетесіздер. Әр сабақ бір 15 минуттан аспау керек. Максимум 15 минут болса өте пайдалы болады. Сіздер де шаршамайсыздар, мен де шаршамаймын. Осының өте пайдалы болады. Яғни нәпсімізге де жеңіл болады. Нәпсіміз сөйтіп алдап оқып үйреніп алатын нәрселер ғой бұлар. Иншалла. Сондықтан бауырлар, түсінбеген жерлеріңізді сұраңыздар. Иншалла Алла Тағала баршамызға сіз бен бізге пайдалы ілім нәсіп етсін. Зейінімізді ашсын иншалла. Ілімге амал істеуді баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.